Жұмысшы мамандықтар жылы аясында көрме орталығында бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтіп жатыр. Дегенмен бұл шараның ерекшелігі де бар. Себебі қазіргі таңда борышкерлер мен пробация есебінде тұрған азаматтарға жұмыс ұсынылуда. Дәл осы шараны қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау, сонымен қатар прокуратура органдары бірлесіп ұйымдастырған көрінеді. Дегенмен де шара аясында жалпы 1000-ға жуық бос жұмыс орындары ұсынылып жатыр. Алайда екі қолға бір күректі барлығы бірдей табады ма деген сұрақты сала жауаптыларына қойып көрдік. Пробацияда емес, бізде яки борышкерлерді айта аламын, бізде 14 000-ға жуық борышкер бар алимент бойынша. Максимально келіп жатыр, 300-ге жуық іздеуде жүр. Бірақ оның мысалы 14 000 десең, оның 8 000-нан астамы олар өздері төлеп жатыр да, алименттерін, тұрақты жұмыстары бар. Біздің мына жақта тұрақты жұмыстар жоқты қамтып жатырмыз. Әр қайсысымен, әр борышкермен жеке-жеке дара сөйлесіп, сот орындаушылар бар, жеке сот орындаушылар, солар арқылы сөйлесіп, олар жеке дара сөйлесіп, назарларына даны салып сөйтіп жатыр. Жалпы бүгін сізге айтып кетейін, бүгінгі іс-шара осы Шымкент қаласы прокуратурасы және Шымкент қаласы әкімдігінің бастамасымен осы жұмыссыз жүрген борышкерлерге және өзі пробация тұрған адамдарға қатысты арнап осы жәрмеңке өткізуде. Бұның себебі осы жұмыссыз жүрген борышкерлер өз алименттерін төлей алмауда. Салдарынан ол алимент сомаларда және де сот шешімдерінің орындалмауына әкеп соғуда. Және де ол өз кезегінде борышкерлерді әкімшілік және қылмыс жауаптылыққа тартылуда. Соның салдарынан біз осы іс-шараны өткізіп жатырмыз. Жалпы бүгінгі іс-шараға осы Шымкент қаласында өз жобаларын іске асырып жатқан түрлі инвесторлар және ірі кәсіпорындар және басқа облыстарында кәсіпкерлері қатысуда. Олар бүгін айлығы 100 000-нан 300 000-ға аралығында және 1000-нан астам түрлі жұмыстар ұсынылып жатыр. Жәрмеңкеде жұмыс іздеп жүрген адамның саны көп емес. Алайда кейбір көріністе сот орындаушы арнайы фото есеп үшін суретке түскенін де байқадық. Пробация учетта тұрғандарды алмаймыз, соттылығы болмау керек біздің жұмысқа тұру үшін. Ал борышкерлерді ала береміз. Жай ғана есеп үшін келді де кетті болып қалмайды ма ол азаматтар? Басында келгенде сұрап кетті ол менен қандай жұмыс бар деп. Менде бухгалтерия орын бос дедім да, қазірден де бухгалтерияға адам іздеп жүрмін дедім. Содан қазірде айналып келіп, сонымен менде экономический образование бар, сол үшін сізге тұрсам бола ма дедім. Мен сіздің номерді жазып алайын, ертең шақыртам, содан кейін не істейміз дедім. Оформить етеміз, перечень документов беремін, жұмысқа барған соң басқа кіргізіп таныстырып. Жарайды. Айлық аз деп көп адам келмей жатыр да, қазір данымай, сол үшін ярмаркаға келіп жатырмыз. Жұмыс іздеп жүрген борышкердің бірі Азат. Сөзіне сенсек, бір перзентіне жалпы 2 миллион теңгеге жуық берешек алименті де бар. Оған басты себеп 2 жылдан бері жұмыссыз қалған көрінеді. Ал дәл осы бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне келіп, автомеханик мамандығы бойынша 2 қолға бір күрек тауыпты. Алайда бұл жұмыстан бірнеше уақыт өткеннен кейін шығарып жібермейді ме? Бұл да үлкен сұрақ. Осы 2 жылдан бері жұмыссыз жүрмін, жұмыс таба алмай. Енді осы жерге келдік. Негізі автомеханикпін. Сол автомеханик бойынша жұмыс істеп отыр едім. Қазір сол жұмыс табылды. Мен өте қуаныштымын. Енді жұмысқа тұрам и алимент төлеуге бастаймыз. Айта кетсек, шаһарымызда жыл басынан бері өткізіліп жатқан үлкен көлемдегі бұл екінші бос жұмыс орындар жәрмеңкесі маусым айында тағы да бір шара өтеді деп жоспарланған. Жалпы бүгінгі күнге дейін жұмысқа орналасқандардың саны да есеп бойынша көп, алайда бірнеше уақыттан кейін жұмыстан шығып кеткендер де бар екен. Сала жауаптылары оның да есебін жүргізеді. Ондайлар болады. Бізде мысалы жолдам алып кеткен екен мекеме жаңағы бұйрық шығарып жұмысқа қабылданғаннан кейін ол азаматтарға ол жұмыс орны ұнамауы мүмкін. Ұнамаған екен 1 аптадан кейін, 2 аптадан кейін, және 1 айдан кейін шығып кететіндер бар. Ол жасыратын несі жоқ. Бірақ ол азаматтар жұмыста шыққаннан кейін біз қайтадан шақыртып, мысалы алиментчиктер бойынша сот орындаушыларға хабарласамыз, осындай азамат жұмыстан шығып кетті, бізге алып келіңіз, басқа жұмыс ұсынамыз деген сияқты. Ол енді біз ол жерде қинап ұстап отыра алмаймыз. Ол жұмыс орнында, ол мекеменің басшысы да ұстап отыра алмайды. Ол адамның өзінің конституциялық құқығы, істейміз де істейді.
қалаған кезде жұмыстан шығады. Сол себептен басқа жұмыс ұсынуға, басқа жаққа орналастыруға тырысамыз. Ол жерде жәрмеңкеде бізде 182 азамат жолдама алды жұмыс орындарына. Оның ішіндегі 150-ге жуығы тұрақты жұмыс орындарына жолдама алды, және де қалған 32 азамат уақытша жұмыс орнына жолдама алған болатын. Бүгінде сол көрсеткішке жетеміз деп отырмыз. Бұл биыл осы 2025 жылғы екінші үлкен деңгейдегі іс-шарамыз болып отыр. Айта кетсек, биылғы жылды президент жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған болатын. Осыған байланысты дәл осы саладағы мамандықтар бойынша түрлі жобалар шаһарымызда да іске асып жатыр. Олардың бірі дәл осы саладағы жұмысқа мамандарды тарту жәрмеңкесі болуда. Азиза Мадияр, Талғат Әбдінәбиев, Нұрлан Бексаидов, Уақыт телеарнасы.